Ең қарапайым рецепт баклажан салат жасайтын болам. Алдымен тураймыз, дөңгелектеп бір турап, сопағынан тағы турап аламыз. Туралған баклажандарымызды суға салып, бетіне тұз салып, бастырып, 20 минут қойып қоямыз. Үкіштен өткізген чесногымызға майонезді қосып, помидорымызды осылай турап дайындап аламыз. 20 минут бойы тұрған баклажандарымызды осылай кептіріп аламыз, бетіне қағазды жауып. Кейін біртіндеп жұмыртқаға аунатып, қуырып алатын боламыз. Екі бетін жақсылап осылай қызартып аламыз. Дайын болған баклажанымызға чесногы араласқан майонезімізді жағып алып, одан кейін помидорды салып, рулет қысып орайтын боламыз. Рулет түрінде және де бутерброд ретінде де осылай жасасаңыздар өте керемет.